Өзімнің үй жағдайында жасап жүрген қуырылған сушидің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіз. Ал ендеше біз сімлях деп бірінші күрішін дайындап аламыз. Кішкене ғана сұйық майдың үстіне жуып тазаланған күрішімізді салып, 2-3 минуттың көлемінде қуырып, қайнап тұрған ыстық суды құямыз да күрішіміз піскенше бұқтырып аламыз. Енді осы дайын болған күрішімізге қоспа дайындаймыз. Аздаған ыстық судың үстіне 2 шай қасық қант, 2 шай қасық 9%-лық сірке суынан салып, жақсылап қант ерігенше араластырамыз да, кейін осы қоспамызды күрішімізге қосып, біркелкі болғанша жақсылап күрішімізді араластырамыз. Осымен күрішіміз дайын. Енді кляр дайындайтын боламыз. Бір жұмыртқаның үстіне дәміне қарай тұз және 2 ас қасық ұн, қалауларыңыз бойынша кішкене соя соусын қосып, жақсылап араластырамыз. Егер де өте қою болып жатса, кішкене су қосып, осындай сұйық масса жасап аламыз да, бірден батыруға ыңғайлы жайпақтау ыдысымызға салып аламыз. Бізге осындай сушиді орайтын таяқша қажет болады және осындай нори жапырақтары қажет болады. Нори жапырағымызды қойып аламыз да 120 грамм күрішімізді салып, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жайып аламыз. Салмасы өз қалауларыңыз бойынша мен осындай қызыл балықты салып орап жатырмын. Қалауларыңыз бойынша қияр және краб таяқшаларын қоссаңыздар да болады. Ең соңғы жағын кішкене сулап, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап қысып, ашылып кетпейтіндей етіп, жақсылап орап шығамыз. Мінекей сушиларымыздың барлығын осы тәсілде жасап шығамыз. Енді бағанағы дайындап алған клярымызға батырып аламыз да, кейін осындай дайын сухарикиге жан-жағын осы видеода көрсетілгендей етіп, барлық жерін тегізіп, толықтай батырып шығамыз. Сушиларымыздың барлығын осы тәсілмен дайындап аламыз. Бірінші клярға, кейін сухарикиге барлық жағын жақсылап тегізіп дайындап аламыз да, қатты отта қызып тұрған майымызға салып, 2 жағы қызарғанша қуырып аламыз. Енді осы дайын болған сушиімізға соус дайындайтын боламыз. Қайнап суыған судың үстіне тең мөлшерде соя соусын және дәміне қарай қант қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің соусымыз дайын. Енді осы дайын болған сушиімізді кез келген мөлшерде өз қалауыңыз бойынша кессеңіздер болады. Мен осы видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөліп алдым. Мінекей, осымен біздің үй жағдайында өте оңай жасалатын сушиіміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай тәбет ашар, өте әдем болып шығады. Сіздер де үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, басқада достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Парақшамда бұдан да көптеген пайдалы рецепттермен бөлісемін. Жоғалтып алмас үшін менің парақшама тіркеліп алыңыз.